Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет бала кезімізде сүйсініп жейтін лакымканы бірге жасайық. Ең біріншіден жұмыртқаларды сындырып, үстінен қантты сеуіп, жақсылап араластырып, үстінен жылы сүтті құямыз. Араластырып, қопсытқыш. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Үстінен шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырып, ерітілген сливочный маслоны қосып, онды електен өткіземіз. 2-3 бөліп қосып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Енді оны 1 сағатқа қойып, осылай нанымыз жақсы көтерілгенде қолды сұйық маймен жағып, оны енді бөліктерге бөліп шығамыз. Үлкен қылсаңыз үлкен, кішірек. Менде осылай шықты. Енді оны қолымызбен, сосын оқтаудың көмегімен жайып, үстінен сұйық майды құйып, осындай форма береміз лакымканың. Пергамент төселген листке қойып, оны біраз көтертеміз 30 минуттай. Үстінен жылтоқты жағып, қызып тұрған пешімізге 200 градуста 30 минутқа қоямыз. Ал енді креміміз ең оңай. Сливочный маслоны ерітіп, сгущенка қосып, ең дәмді крем, әрі оңай тез жасалынады. Лакымкамыз дайын болды. Енді оның арасын ашып, әбден суығанын күтіңіздер. Менікі бұл жерде кішкене ыстықтау болды. Осылай жағып шықтым, сыртына да жағам. Бір лакымканы үгітіп, осылайынан үстінен басып шықтым. Содан кейін менікі кокосовый стружка, ағы и сары түсінен. Осылайынан әсемдік үшін жасап шығамыз. Ал лакымкаларымыз дайын болды. Бала күндерімізде жақсы көретін лакымканы нағыз дәмі. Енді сіз де жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Дәмі сөзбен айтып жеткізу қиын. Керемет, өте жұмсақ болып шығады. Құрметті оқырмандарым, сізге видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Лакомка күшті екен,